Менің атым. Атымды айта бастасам болды, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атын сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтейше айтқандай, бұлар жоғарғы идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл, өзіңе де ұнамайды-ақ. Әттең, қолдан келсе, табанда өзгертіп, әдем аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амал нешік? Сен қызыл шақа болып жүргекте жатқанда, сондағы ақымақтығыңды пайдаланып, әке шешең немесе шілдеханаға келіп дуылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Өскенбайдың баласына тыңжыртар деп ат қойған секілді, өзге қызу жұрт сол арада ду қостап, осы болсын баланың аты, осы болсын, мұнан жақсы атты дінені ұшырға айналса таппаймыз, дескен. Міне, сол күннен бастап, сол мезеттен бастап, әлгі ат сенмен бірге туғандай маңдайыңа шапталған да қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да мойныңа іліп жүре бересің. Иә, бұл белгілі жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты шығармасының кіріспесі дәл осылай басталады. Бала кезімізде дәл Қожа сияқты өз атымызды ұнатпай басқа ат таңдап алсам ғой, немесе менің атым осындай болса ғой деген қиял болған шығар. Несін жасырайын, мен де бастауыш сыныпта оқып жүргенде атымды Айнұр немесе Нұрай деп өзгерткім келетін. Жарайды, негізгі тақырыпқа оралсақ. Дүниеге келген сәбидің атын дұрыс таңдап, саралап, баланың болашағын ойлап қойған жөн. Ата-ананың бала алдындағы ең бірінші міндеті жақсы ат таңдап қою, азан шақырып қою міндетті. Біз қазақ халқы бірінші сәбидің атын ешқашан ата-анасы қоймайды. Шаңырақтың үлкені деп ата-әжесіне кезек береді. Бұл да дұрыс әрине, дегенмен баланың атына әкесі тікелей жауап береді. Мейлі, ол баланың атын өзі қоймаса да. Сәбиге есім қоярда мынаны ескерген жөн болар. Мағынасына мән беру. Заманына қарай адамы дейді. Қазіргі сәтте қолданыстан шыққан есімдерді қоймаған дұрыс. Шариғатқа сай, ертең бала ұялмай мақтанышпен айта алатындай болу керек. Бұл тұрғысында шариғатымыз не дейді? Балаға Алла тағаланың 99 көркем есімдерін қоюға болады. Бірақ Алла атынан басқа. Және алдына әбд. Бұл арабшасы, қазақша әбду деген сөзін жалғау арқылы. Мысалы, Әбдуғаппар, Әбдусаттар, Әбдумәлік деген сияқты. Әбду деген құл деген мағынаны білдіреді. Алланың құлы. Сондай-ақ пайғамбарларымыз, саңлақ сахабаларымыз бен ардақты аналарымыз, дін жолында қызмет еткен аңсарлар мен ақын жазушылар, батырлар, хандардың есімін қоюға да болады. Адам атын ешқашанда қысқартып, немесе басқа лақап атпен шақыруға болмайды. Айка, Жука, Жуля деген сияқты. Осы тұрғыда өзімнің атымның не қысқартуға, не еркелетуге, басқа да айтуға келмейтініне ризамын. Тағы айта кететін жайт, бала ержеткен соң атының не мағына білдіретінін, не себепті осылай қойғанын, ақын жазушы болса шығармаларын оқытып, батыр, хан болса өмірбаян айтып, балаға ақпарат беру керек. Сонда бала өз атын мақтаныш көріп, атына заты сай болғысы келіп, алға ұмтылады. Мен өзімнің есімім туралы 8-ші сыныптан бастап зерттей бастадым. Бейімбет Майлиннің қырмызы әңгімесін оқыдым. Махамбеттің қырмызыдай көріктім, қырмызыдай ажарлым деген өлең жолдарын оқыдым. Яғни қырмызы гүл туралы биология энциклопедиясын іздедім. Мінекей, дәл осылай өзімнің есімім туралы ақпараттарды іздедім. Айтқандай, біз қазақта ырымымыз бітпейді ғой шіркін. Көптен бала сүймеген, немесе баласы ертеден шетінеп тұрмаса, ел жұрт таңданып, назарланып қалмасын деп елде жоқ атты қойған. Мысалы, Есет Көтібарұлы, Сақалбай деген сияқты. Ал сіз әлемде ең ұзақ есім 96 әріптен тұратынын білесіз бе? Ал Қазақстанда ең ұзақ есім 17 әріптен тұратын ай қара көз айым сұлу деген
қыз бала есімі екен. 2022 жылы жиі қойылған ұл бала есімі Алихан, Айсұлтан, Дінмұхаммед, Алдияр болса, қыз балаға Айша, Айлин, Асылым, Медина, София сияқты есімдер берілген екен. Айтпақшы, менің екінші қызымның есімі Айша. Ал сіздің есіміңіз кім? Сізде балалық қиялыңызбен өз есіміңізді өзгерткіңіз келді ме? Комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Каналым ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Алда әлі талай қызық видеолармен бөлісетін боламын.